Ассалаумағалейкум математика сүйер қауым-алдарыңызға мен Арыс аға. Және бүгін бізде кезекті математика, оның ішінде геометрия, оның ішінде үшбұрыштар тақырыбының екінші бөлімі келіп қалды. Яғни бүгін біз өткен тақырыпта өткен үшбұрыштарды толығырақ өтетін боламыз. Бірақ мына жерде неге домалақтар тұр? Неге домалақтар тұр деп ойламаңыздар. Біз үшбұрыштардың домалақтарымен, яғни шеңберлермен қарым-қатынасы, яғни үшбұрыштың ішіндегі шеңбер, яғни және де сыртындағы шеңбер, сондай жағдайларда қалай ауданын табуға болатынын қарастыратын боламыз. Ең алдымен бізде бірінші мысал, ол шеңбердің ішінде орналасқан үшбұрыш. Мына жерге шеңбер, оның ішіне кез келген бір үшбұрыш салайық. Осындай түп түзу дейікші, түп түзу үшбұрышымыз шықты дейді. Жарайды, түп түзу дейді. Бұл жағдайда біз мысалы А, Б, С қабырғалары болады. Бізде бұл шеңбердің ішінде орналасқан үшбұрыш. Бізде бұл жағдайда ауданды қалай табамыз? Аудан бізде осы үш қабырғасының көбейтіндісі, яғни А көбейтілген Б көбейтілген С бөлінген 4 R-ға тең. Міне ескере кететін жайт, мына жерде үлкен R бейнеленген. Үлкен R. Бұл есептерде де өз сіздерге есеп шығаруға оңайырақ болады. Бізде осы жағдайда егер үшбұрыштың сыртында шеңбер болса, біз радиусын үлкен R-мен белгілейміз, ал егер ішінде болса, үшбұрыштың кішкентай R-мен белгілейміз. Екінші жағдай бізде міне мына жерге кез келген бір үшбұрыш салайық енді. Енді үшбұрышым енді осындай болып, ой, не болып кетті мына. Осындай үшбұрыш пайда болды. Яғни міне көпбұрышты үшбұрыш үш жерде де осы шеңбермен қатынасты. Қатынас дегенде тиді. Мына жерде үш жерде тиді. Егер ол үш жерінде де тимесе шеңбермен, ол яғни беттеспейді. Мүмкін емес, оны аудан таба алмаймыз. Ал егер осындай тиіп жатқан жағдайда ғана біз аудан таба аламыз. Ал бізде осы жерде өте оп-оңай формула S-тен PR. Оны біз өткен сабақта P-ді өткендей жартылай периметр деген ұғым бар. Ол бізде А көбейтілген Б көбейтілген С көбейтілген R десек, мына жерде екісі бар еще. Жартылай ғой екен. Үшеуін қосамыз, екіге бөлеміз. Міне өте оңай формулалар. Мына жерде 4R, мына жерде просто R. Жаңа айтқандай, ескере кететін жайт, есептерде оңай болу үшін кішкентай R, үлкен R деп бөліп аламыз. Сразу. Осы формулалар мына жерге оңай болу үшін үлкен R, ондай енді көре жазасыздар ғой енді. Жалпы осы екі формула. Ішінде шеңбер, сыртында шеңбер. Осылай бөлеміз. Ал енді есептерге кеттік. Есептеріміз шығара бастайық. Мына жерде ең бірінші 5-ші есеп. Өткен сабақтардан кейінгі есеп болғандықтан. Ауданын тап деп тұр. Ауданын табайық. Айта кеткендей формула. Бізде егер үшбұрыштың ішіндегі шеңбер болса, бізде P R S-тен PR формуласы. Мына жерде бізге айтылмаған жартылай деп. Сондықтан біз P бөлінген 2 көбейтілген R формуласымен шығарамыз. Бізде P 28, радиусы 4, бөлеміз 2-ге. Осылайынан қысқартсақ, жауабы бізде 56. Оп-оңай, PR түсікті деп ойлаймын. Осы формула салдық. Енді келесі бізде сәл қиындау есеп. Бізде мына жерде айтылған тең бүйірлі үшбұрыш, яғни үш жағы да тең бүйірлі емес, өтірік айтамын кешіріңіздер. Тең қабырғалы үшбұрыш, үш жағы да бірдей, ұзындықтары 10, және де соның ішінде салынған шеңбердің радиусын тап деп тұр. Радиусын кішкентай. Ең алдымен бізде бұл жерде радиусын табу үшін радиусты аудан формуласы арқылы түрлендіру керек. Яғни біз мына формуланы білеміз ғой, S-тен PR бөлінген 2. Осы жерден біз R, яғни R-ді табу үшін 2-ні мына жаққа жіберіп, яғни 2S бөлінген P
осы формула арқылы r-ді таба аламыз. Бірақ бізге мына жерде не жетіспейді? S жетіспейді. S-ті табу үшін өткен сабақта айта кеткендей бізде 3 қабырғасы да бар. 3 қабырғасы бар формула қандай ол? Яғни Герон формуласы. Сол Герон формуласы арқылы шығаратын боламыз. Мына жерде міне пиді де таба салайық бір жағынан. Пи бізде өте оңай. 10 қосу 10 қосу 10, яғни 30. 30. 13-і 2-ге бөлеміз. В общем, 2-ге бөлгенде 15 болды ғой. Енді біз ауданын табатын болсақ, мына жерде Герон формуласымен так, түбір асты 15, 5, 5, 5 қой, короче. И в общем, 25 түбір асты 3 болады екен. 25 түбір асты 3. Так, енді не істейміз? Енді біз R-ді табамыз. Кішкентай R бізде 2, мына жерде 25 түбір асты 3. Ал пи бізде қанша еді? 15. Қысқартамыз. Так, мұнда 5 болса 3, мұнда 5 болады. Сонда бізде 10 түбір асты 3 бөлінген 3. Бізде 5 пен 6-шы есепті осылай шығардық. Шамалы логикаға қосу керек. Мұнда оңай болады. Енді келесі 7-ші есебіміз бізде бұл жерде аудан табу керек. Мына жерде қарасақ, шеңбердің ішінде үшбұрыш берілген, яғни шеңбердің ішінде берілсе бізде мына формула еді ғой. S-тен A, B, C, 4, R. Бізде міне A, B қабырғалар бар, 8 және 8 түбір асты 3, бірақ бізде C қабырғасы жоқ қой. Бұл жерде берілген, бірақ R деп берілген. Не істесек болады? Жазып алайық бірінші 8 көбейту 8 түбір асты 3. Және де біз C-дің орнына R деп жазсақ та болады, өйткені мына жерде бізде R деп берілген ғой. Және бұл қабырғасы міне. Бізде R-ға тең. Сол үшін R дейміз, ал асты бізде 4R болады. Міне, енді осы кезде біз R-ларды қысқартсақ болады. 4 пен мына жерде 2, жалпы бізде 16 түбір асты 3 деген жауап шығады. Келесі есепте біз R-ді табу керекпіз, үлкен радиус. Бұл жерде бізде былай қарасақ, тек қана қабырғалар берілген. Не істесек болады? Дәл осы формула түрлендіреміз. Бізде бұл жерде бізге R-ді табу үшін A, B, C бөлінген 4S. Ал 4S-ті қалай табамыз? 4S-ті бізге S табу керек болды үшін. S-ті табу үшін бізде жақсы бір өткен сабақта өткен формуламыз бар. Ол бізде 2-ден 1 A аша деген. Осындай. Бізде мына H бізде 12, ал ол 5 пен 16 екеуін қосқанда 21. Осы табанына түседі, яғни жаза кетейік. 2-ден 1 көбейтілген 21 көбейтілген 12. Қысқартамыз мыналарды. 12, 6. 21-ді 6-ға көбейткенде 126 шықты. Ал енді 126-ны S-дің орнына қойып шығарып көрсек, ABC бізде 13, 20 және де 21. Ал мына жерде 4, 426. Так, енді мына жерде есеп шығару емес, бірыңғай қысқарту сияқты. Сол үшін 21, мына жерде 6 десек, мына жерде 4, мына жерде 5 десек. Неше болды? Қалғанша болды, не болып кетті? Так, 65 бөлу 6 шықты ғой жалпы. Жауабы міне 65 бөлу 6. Мына жерде бізде ештеңе бермесе де тек қана қабырғалар берілді. Сол кезде де біз формулаларды түрлендіріп, алмастырып, әртүрлі жерлерді қысқартып, осылайша біз жауабын таптық. Ал бүгінге осы сабағымыз бітті. Біз жалпы кез келген үшбұрыш тақырыбында әртүрлі шеңберге болсын, басқа да аудан табу формулаларын қарастырып, олармен есеп шығарып, практика жасаған болатынбыз. Ал егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркелсеңіздер, мені аса бақытты жан болмас еді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.